Бір сәт ойланып көрейікші. Бүгін біз жасап жатқан әрекеттеріміз ертеңгі күні қандай әлемге алып келеді? Сәлеметсіздер ме? Менің атым Талғат Малика. Мен Ұлытау облысы Жезқазған қаласы Абай атындағы мамандырылған мектеп-интернатының 8-ші сынып оқушысымын. Мен табиғатты аялау республикалық форумының жасыл идея номинациясы бойынша өз жобамды таныстырғым келеді. Экология – бұл ертеңгі емес, дәл бүгін шешім қабылдау қажет ететін маңызды мәселе. Сондықтан менің жобамның басты идеясы бүгінгі әрекет, ертеңгі нәтиже. Менің жасаған макетім 2 бөліктен тұрады. Сол жақ бөлігінде біз қазіргі таңда жасай алатын қарапайым, бірақ маңызды әрекеттер көрсетілген. Орманды тазарту, қоқысты сұраптау, энергияны үнемдеу, электр көлігін пайдалану, күн панельдерін қолдану. Бұл жерде экопатруль бейнесі арқылы әр адамның табиғатты қорғауға үлес қоса алатынын көрсеттім. Ал оң жақ бөлігінде осы әрекеттердің нәтижесі, яғни біздің болашағымыз бейнеленген. Мысалы, жасыл ауа, таза ауа, табиғи материалдарды қолдану, экологиялық таза көлік, табиғи парк пен гүлденген орта. Бұл біздің дұрыс таңдауымыздың жемісі. Менің ойымша, табиғатты қорғау үлкен істерден емес, кішкентай қадамдардан басталады. Әр адамның өзінен бастаса, біз үлкен өзгеріске қол жеткізе аламыз. Себебі табиғатты сақтау, болашақты сақтау. Назарларыңызға рахмет.